Армысыздар, құрметті қазақ елі. Бүгін міне Алланың қалауымен қасиетті жұма күні Қарекет қорының 228-ші баспанасы Қарағанды облысы Теміртау қаласында тұратын көп балалы анамызға бұйырды. Барлық салымшыларға, Қарекет қорының басы қасында жүрген еріктілерімізге, басшыларымызға, өнер қырандарының жігіттеріне Қарекет қорының атынан, осы көп балалы атынан, қазақ елдің атынан рахметімізді білдіреміз. Қазір біз Макишева Гүлжамал анамыздың документін тексертуге келдік. Подтверждение бола ма, болмай ма, енді білмейміз. Нотариуста отырмыз. Неге? Квартира сізге дұрыс келмейді, документтері. Қарастыруға болмайды ма екен? Қайтып қарастыруға болмай ма? Бұл кісі квартира ала алмай ма енді? Тағы да қосымша нелеріңіз бар екен де жаңа? Доходтарымыз. Қандай доход менде? Басқа доход жоқ менде? Жұмыс келмейді? Алға мүшкіл ол. Квартира снимаю. Сонда шығыпты бізге дейді қағаздардан арасында. Отказ сізге. Данный момент қазір... Бере алмаймыз біз үйді. Мен данный момент қазір алып отырмын жоқпын оны. Нені ма? Қайыстың ма? Иә, алып отырған жоқпын. Қате қалыңыз қалай? Жақсы. Иә. Сонда келген балам ғой мен. Сол бүгін 228-ші Қарекет қор баспанасы сізге берді. Да? Мен сізге Дайымыз еді, жалыныз еді. Келе өші, жаңағы 2 жылдай қосып 228-ші баспана. Қосында. Купли-продажа жасалынды. көп жасаңыздар. Рахмет сүймейтін ғой әлі. Сіздерге мың алғыс, рахмет сіздерге. Атсалысып бізге осындай мұқтаждарға көмектесіп жатқандарыңызға. Сіздер кісілер көп болсын. Алла разы болсын.